Сәбидің бәрі бақытты болуға жаралған. Балаларды қорғау күні қарсаңында Талдықорғанда аутизмі бар бүлдіршіндерге арналған орталық пен ерте араласу орталығы ашылды. Нұрсұлтан Назарбаев қорының мұрындық болуымен жүзеге асқан бұл жобаның шапағаты енді осы өңірдегі жүздеген ерекше балаларға тиеді. Осыған дейін алысқа сабылған ата-аналардың да қуанышында шек жоқ. Айлин аутизм диагнозы қойылған ерекше бала. Жақында 4-ке толды. Талдықорғанда ашылған аутизмі бар балаларға арналған орталықтың алғашқы қонақтарының бірі. Қызым деп жарғақ құлағы жастыққа тимейтін анасы Гүлшаттың енді еркін тыныстауына болады. Өйткені мұнда Айлинге барлық жағынан қолдау көрсетіледі. Қызыма ұнайды осы жерде. Ең бастысы біздің Талдықорғанда аботерапия пайда болды. Негізі ол аботерапия алу үшін біз көбіне Алматы қаласына баратынбыз. Жолға жүру балаға өте қиын болатын. Қазір өте қуаныштымыз осы центрда барына. Дефектолог, логопед, психолог, кәсіби терапевт секілді білікті мамандар балалармен жұмыс істеуде барын салады. Түрлі түске боялған кабинеттердің өзі бүлдіршінді емнен қашырмай жылы тартатындай. Балалар күні қарсаңында орталық ресми түрде ашылды. Биімен бұралған, әнімен көңіл құсын саңбатқан бұл бүлдіршіндер өзгелердің аутизмнан айығуға деген үміт отын жағады. Мұнда еңбек терапиясынан бөлек робототехника, қыш жасау, сенсорлық интеграция секілді бағдар бойынша сабақтар өтеді. Бастысы тегін. Ал бұл Талдықорғанда екінші ашылған ерте араласу орталығы. Облыстық перинаталдық орталықтың базасында орналасқан. Нейроортопедиялық бұзылысы бар 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге арналған. Жыл сайын кемі 600 балаға көмек көрсетілмек. 3 айдан 3 жасқа дейінгі балалар реабилитациялық ем қабылдай алады. Сонымен қатар бұл жерде мультидисциплинарды команда жұмыс істейді. Невропатолог, педиатр, реабилитолог, ЛФК инструкторлары, массажистер, логопед, дефектолог, психологтар бірлесіп жұмыс істейді. Самұрық қазына мен Қазақстан халқына қоры озық үлгідегі техникалар мен кабинеттерді жарақтандыруда қол ұшын созған. Нұрсұлтан Назарбаев қорының бастамасымен құрылған қамқорлық қорының бұл кезекті жүзеге асқан жобасы. 2020 жылдан бері 9 ерте араласу орталығы ашылды. Жыл аяғына дейін тағы 10-ын ашу жоспарда бар. Талдықорған қаласындағы біздің ашылған 2 ерте араласу орталығы мен қамқорлық аутизм орталығында осы облыстың жаңадан құрылған Жетісу облысының бүлдіршіндерінің алысқа бармай ең сапалы деңгейдегі 21 күнге арналған бағдарламалық ем алу мүмкіндігі туып отыр. Бұның барлығы тегін түрде жүзеге асырылады. Біз осы жобаны жүзеге асыруда ең бірінші кезекте балаларға және балалардың қажеттілігін толықтай қамтамасыз ететін инфрақұрылымдық жағдай жасауға барлық мүмкіндігімізді салдық. Қамқорлық қоры жақын арада 20 аутизм орталығын ашамыз деген межені алға қойған. Ол кезде бұл жобаның шарапатын аудандарда көреді. Бүлдіршіндерге бақытты балалық сыйлауды басты бағдар еткен қордың халық үшін атқаратын жұмысы әлі алда. Асқарбек Қазанғап, Сергей Ковтун, КТК, Жетісу облысы.